Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Павлодарда зейнет жасындағы кәсіпкерді соққыға жыққан ауыл әкімі сот залында жәбірленушіден кешірім сұрап жазадан құтылып кетті, деп хабарлайды Массагет газет тілшісі. Бұған дейін Павлодарская ауылының әкімі мен жеке кәсіпкердің жанжалдасып іс сотқа жеткенін жазғанбыз. Айта кетерлігі, бір ай бұрын Павлодарская ауылының әкімі Сырым Рушанов пен зейнет жасындағы кәсіпкер Айтуған Бекмұхамметов бір тойда дастархандас болады. Жиын тарқар тұста екеуі дәретхана ішінде сөзге келіп қалған. Сол жерде қарсыласынан жас ауыл әкімі 1970 жылы туған автор. Әрі ұзақ жыл құқық қорғау саласында қызмет атқарған Сырым Рушанов 62 жастағы зейнеткерді ұрып тастайды. Кейін ауылына барған соң Бекмұхамметовтың жағдайы нашарлап аудандық ауруханаға жүгінді. Оның кеуде тұсы мен басынан жарақат алғаны анықталған. Дәрігерлер полиция шақыртырып іс қозғатты. Алғашқы сот отырысында әкім өзіне тағылған айыптан үзілді-кесілді бас тартқан. Әйтсе де, 19 шілде күні отырыста сот залында жәбірленушіден жұрт көзінше кешірім сұрап, судьяға татуласқандарын жеткізді. Осыдан кейін судья істі тоқтату жөнінде шешім шығарды. Егер әкімнің кінәсі дәлелденген жағдайда, ол 50 мың теңге айыппұл төлеп, 15 тәулікке қамалар еді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.